Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын шоколадты творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Барлығы өте қолжетімді ингредиенттерден дайындалады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды саламыз. Қантымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Тағы да араластырамыз. Жиырма грамм какао қосамыз. Бір шай қасық разрыхитель қосамыз. Ұнымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осындай қолға жалыспайтын жұмсақ песочный қамыр илеп аламыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындап алатын боламыз. Творогымызды саламыз. 2 жұмыртқа қосамыз. Қант саламыз. Қаймақ қосамыз. Жүгері крахмалын қосамыз. Блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Егер де блендер болмаса, шанышқының көмегімен араластырсаңыздар да болады. Дайындап алған қамырымызды жан-жақтарына бортик жасап, формамызға жайып шығатын боламыз. Енді бетіне салмасын саламыз. Пирогымызды қызып тұрған пеште 170 градуста 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісті, енді толықтай суығанын күтеміз. Пирогымыз толықтай суығанша ганашын дайындайтын боламыз. Шоколадымызға сары майымызды саламыз. Су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Ерітіп алған шоколадымызға арахисімізді қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің пирогымыз толықтай суыды, енді бетіне ганашымызды құйып шығатын боламыз. Дайын болған пирогымызды 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Пирогымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады, әрі өте оңай дайындалады. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.